Кеше бала ең, келдің ғой талай жасқа. Көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй Алланың хикметінсіз, не қызық бар өмірде онан басқа. Өмірде бәрі біз ойлағандай болмайды. Шын ұмтылсаң, бәріңе жетесің. Өмірің өз қолыңда, өзгеге емес өзіңе сен. Арманда, күл, қуан, кішкентай дүниелердің өзінен бақыт сезіне біл. Сонда ғана шын бақытты боласың. Бақытты өмір жоқ, бақытты уақыт бар. Жеңілуден қорықпа. Балалар әрдайым белсенді күйде болады. Одан тіпті де шаршамайды. Керісінше үнемі бір қалыпта болудан шаршайды. Өзіңді табудың ең жақсы жолы басқалардың қызметінде өзіңді жоғалту. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Адамның амалы ниетіне байланысты. Нығмет мәселесінде өзіңнен төмен болғандарға қара, өзіңнен жоғарғыларға қарама. Бұл Аллах Тағаланың саған берген нығметін асынудан сақтайды. Алланың берген ризығына разы бол. Басқалардан гөрі дәулеттірек өмір сүресің. Адам шынайы ой мақсаттарын ешкімге ашпау керек. Көре алмастық, күндестік себебінен, не тіл көз тиюден арман мақсаттар орындалмай қалуы мүмкін. Ұзақ ойлай бергеннен мәселе шешілмейді, керісінше ұлғая береді. Әрекет еткенде ғана нәтиже болады. Мәселе бар ма, шешіңіз, немесе оны ойыңыздан шығарыңыз. Күнделікті істеуім керек деп кейінге қалдырып жүрген шаруаларыңыз да осылай жиналып басыңызда ортады. Сондықтан әр істі уақытылы жасап тастауды әдетке айналдырыңыз. Нені көп ойласа, адам соған айналады. Адамның өзінде кәмілдік болмаған соң, ісінде де кәмілдік жоқ. Адамның мінезі ойының түрінен, көңілінің күйінен, істеген ісінен білінеді. Шабыттанып істемеген іс оңдыда болмайды. Қуыс кеуде болғаныңа ұял, ұстанымыңа адал болмағаныңа, ерік жігеріңнің әлсіздігіне ұял. Өмірде әр күніңізді шаттық, ләззат, бақыт деп біліңіз. Қандай жағдай болса да мойымауға тырысыңыз. Жеңіс қарсыласына қарағанда 1,5 сағатқа шыдай алатын адамға ғана бұйырады. Құдайдан сұрағанның 2 бүйірі шығады, адамнан сұрағанның 2 көзі шығады. Еңбек етпесең елге өкпелеме, егін екпесең жерге өкпелеме. Болашақ белгісіз, бірақ қазіргі уақытты дұрыс пайдалану оны бақытты ете алады. Қиын уақытта иманыңды нығайтып, Алланың жоспарына сенім арт. Қиындықтар арқылы біз тәжірибе жинаймыз, ал тәжірибе бізді ақылды етеді. Өмірдегі ең маңызды нәрсе басқалардың айтқанына қарамастан өзіңе сену. Біздің ең үлкен кемшілігіміз қиындыққа тез берілеміз. Сәттілікке деген ең дұрыс жол тағы да бір рет қадам жасап көру. Қолайлы мүмкіндік қиындықтар мен мәселелердің арасында жасырынып жатады. Егер менің басыма ауыртпалық түскен болса, онда менің оған әлім келгені. Жайлы ортадан шыққанда өмір басталады. Әр күн өзіңіздің ең жақсы нұсқаңызға айналу мүмкіндігі. Қанша істеп жатқаныңыз емес, не істеп жатқаныңызды қаншалықты жақсы көретініңіз маңызды. Біздің әрекеттеріміз сөзден гөрі біз туралы көбірек айтады. Қолыңнан келгеннің бәрін жаса, ал қалғанын тағдырдың еншісіне қалдыр.
Неден қорқсаң, соған қарсы жүр. Өйткені қорқынышқа қарсы тұрар күшті сол жерден табасың. Әйтпеген күнде бір орында тұрып қаласыз. Қыран құс желге қарсы ұшқанда ғана биікке самғайды. Шабыт жалқаулардың үйіне бас сұқпайтын тәкаппар ару. Ең үлкен қорлық өзіңнің әрекетсіздігіңе өзгелерді кінәлау. Кейбір адамдар ішсем, жесем деп дүниеге келеді, ал кейбіреулері білсем, көрсем деп келеді. Уақытты жарат пайдаңа, қолыңды босқа байлама. 24 сағат сенде де, 24 сағат байда да. Бүгін істеу керек істі келесі күнге қалдыру оның күшін жояды. Әрекетте көтерілсін екпінің, мықтылардың жолын қуғын ілесіп, өз бақытым өз қолымда деп білгін, қиындықты жеңе білгін күресіп, нәтижесі болар әрбір ісіңнің, ойларыңа әрекетің сай келсе. Сәтсіздікке қайғырсаң, батырады, болашаққа күдіктер шақырады. Сабақ алсаң егерде түсінумен, мықты ғып қанатыңды қақтырады. Кәсіпті нәсіпке айналдырудағы басты қағида қатты қалап, көңіл құлаған іспен айналысу, мидың күшіне сену. Қорқыныш бар жерде күште бар. Ең ұлы билік өз-өзіңді билеу. Өткен істен алынған сабақ жеңімпаздарға арналған таңғы ас. Біз бірінші бойымызда әдеттерді қалыптастырамыз. Сосын әдеттер бізді қалыптастырады. Мен күн сайын өзіме негізгі бір сұрақ қоямын. Мен мүмкін болатын ең маңызды нәрсені істеп жатырмын ба, деген. Егер мәселелерді шешуге болатын маңызды жайттармен жұмыс істейтінімді түсінсем, жұмсалған уақытымның 1 минутына да өкініш артпаймын. Ойлаған әрбір ойыңды іске асырып жайландыр. Әрекетті істеген әдетіңе айналдыр. Әдетің мен мінезің қалыптасып өседі. Қалыптасқан мінезің тағдырыңды шешеді. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Ой жеткен жерге қол жетер, армандар орындалады. Кім қаласа амалын табады, кімнің қалауы жоқ сылтауын іздейді. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап та бар қалан. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боларсың елден бөлек. Ақылды деп, арлы деп, ақпейіл деп мақтамайды ешкімді бұл күнде көп. Адам асқан данышпан немесе түрлі қасиет пен қабілеттің иесі болып туылуы мүмкін. Бірақ ол өзіне сенбесе, барлық қарым қабілетін кәдеге жарата алмаса, көптің бірі болып қала бермек. Жақсы іске бара жатсаң, қадамың ұзарады. Жақсының батасын алсаң, талабың ұзарады. Жастық шағың жарқын жаздың бейнесі, құтты жаздың ала алсаң жоқ бермесі. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Ақыл да ойлағанды ұнатады, ойланып толғанған адамға ғана ақыл дұрыс жол көрсетеді. Дегендер мен жақсымын толып жатыр, жақсылығы өзінен артылмаған. Бәрінен тыныш ұйықтап жатқандар көп, ұмтылып, талап ойлап, талпынбаған. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға. Құрметті тыңдарман, бейнемізде айтылған нақыл сөздермен
Даналық ойлардың әрбірі сіздердің жүректеріңізге жетеді деп сенемін. Өмірдің әр кезеңінде алға ұмтылып, өзіңізге сеніп, еңбектенуден жалықпаңыздар. Әр күніңізді бақытты ету өз қолдарыңызда. Қандай жағдай болмасын, мойымаңыздар, арманға ұмтылыңыздар. Өз-өзіңізді жетілдіруден тоқтамаңыздар. Қазақ тілді арнамыздың дамуын қолдасаңыз, лайк басып, ойыңызбен бөлісіп, тіркеліп қойыңыз. Бізбен бірге болыңыз.